Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен песочный тестіден үй жағдайында шайға керемет тәтті дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, осылай қолымызбен біркелкі етіп араластырып шығамыз. Сары майды ұнмен қолымызбен осылай езіп, біркелкі болғанша араластырыңыздар. Одан соң үстіне қант қосып, қолымызбен тағы бір араластырып аламыз. Сосын бір жұмыртқаның сары уызын екінші жұмыртқаны толықтай қосып, қамыр илеңіздер. Бір жұмыртқаның ақ уызын бөлек алып қойыңыздар. Нәтижесінде бізде осындай песочный тесто дайын болады. Одан соң ақ уызымызды миксермен кішкене ғана ағарып бастағанша жақсылап араластырамыз. Міне осылай ағарды. Енді қант ұнтағын қосамыз. Қант ұнтағын мен екіге бөліп қостым. Қант ұнтағын толық қосып араластырған соң, кішкене лимонный кислота, не болмаса лимонның соғын қосыңыздар. Сонда біздің жұмыртқа бірден қоюланады. Жұмыртқамыз осындай әдемі, глянцевый болады. Енді бағана қамырларымызды осылай бөліп алып, біреуін жаямыз. Сосын қатты көп қажет емес, кішкене ғана шай қасығының жартысындай етіп, видеодағыдай қамырымыздың ортасына қоямыз. Одан соң видеода көрсетілгенде әдемілеп түйіп шығамыз. Одан кейін мен 250 градуста 20 минут пісіріп алдым. Бұл жерде әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап отырыңыздар. Сонымен біздің тәттіміз дайын. Негізінде ақ уызы осылай видеодағыдай болып сынып кетеді піскен кезде, бірақ өте ерекше дәм береді.